Махаббат ертегісі 65-ші бөлім. Бұл бөлімде тағы да қызықсыз ерекше эпизодқа толы болады. Махир мен Жанпиза бөлек алғаш рет тамақ жеді. Ал мұнда Махирдің анасы олардың кешегі балгердің дуаланған тұмары мен қасығын әкеп қояды. Ал мұнда қайтып келе жатқан екеуі өте бақытты және көлік үйретемін дейді. Ал Перман болса әйелінен, яғни көңілдесінен кешірім сұрап жатыр. Мен саған одан да үлкен алып беремін, кішкене шыда, анатаған айлығың ақшаны жұмсап қойдым деп. Сынатта көңілдесі жылап отыр. Ал мұнда әйелі өзінің құлағында сырғаларын салып жүрген кезде ол Ферманның көңілдесінің өзек снимкасын көріп қояды, бірақ танымайды. Ол жерде жәдігер қалды деген сөз. Махир Жанпизаға көлік үйретті, бірақ Жанпиза әлі алып кете алмады. Десе де бар ойың назарын көлікке сал, мына жерді бас, тезегішті бас, былай жас дейді. Сонда да Жанпиза кішкене зат түсіріп, мусор шелегіне ұрып алды. Кешір, мен байқамай қалдым, мен әлі дұрыс емеспін, қобалжып жүрмін деп. Бірақ Махир ештеңе демеді. Таңертең олар осындай тұмарды тауып алды, таңғалды, бұларын естіп, тіпті қасықты тауып алды. Содан кейін тауып алғаннан кейін бұлың барлығы әжемнің ісі деп ойлады. Ал мұнда Сара мен Салих кездесіп жатыр. Тіпті Салих көршілері дәмханадағы буаш есімді жігіттен қызғанып жатқанын айтып жатыр. Сара өзінің Салихты қызғанғанына қатты қуанды. Екеуінің махаббаттары осылай әлі де жалғасып жатыр. Ал мұнда үйдегілер барлығы күліп, емін-еркін отқан кезде, әсіресе Сүрия, кешегі ісіміз жақсы болды, енді Махир мен Жанпиза қол ұстасып шығады деп күліп отқан кезде олар келді және ашулы түрмен: әже, бәрін істеген сенсің ғой, бізді ажырасып кетсін деп осындай тұмар нәрсе жасаттың ғой деп айқайлайды. Сол кезде Сүрия: кешіріңдер, ол кемпірдің ешқандай жазығы жоқ, барына кінәлі мен сендердің бірігіп махаббат болғандарыңды қаладым, мен жасадым деп ақталады. Әрине жасаған. Содан кейін ол тұмардың ішіндегі өтірік сөзді оқыған кезде кемпір жылап жүрді, өйткені қаншама ақшасы кетті. Ал мұнда әкесі Перманды аңдып жатыр, өйткені Перман көптеген ақша қаражат жұмсап жіберген. Ал дүкенге келгеннен кейін барлық істі бірігіп жасап отқан кезде Гүлизарға Жанпизаның әкесі Куршат звондайды. Сол кезде кім деп сұрайды. Гүлизар жасырын бір досым ғой деп айта салады. Осы кезде біліп тұр, әкесі Гүлизармен жүріп жүрген біліп қояды. Махир болса Жанпизаны ертіп әлгі алаяқтың үйіне келеді. Біздің арамыз нашар, біз бір-бірімізді қала алмаймыз деп. Осы кезде балгер: мен сендерге күшті дұға жасап беремін, қазір керемет тұмар беремін деп көптеген ақшаға осы бір өзінің жалған тұмарын береді. Осы кезде Махир тұмарды қиып, ішіндегі нәрсесін көреді, өте керек емес мусор екен. Содан кейін оны тұтқындайды, яғни Жанпиза да операцияға қатысады. Себда болса жәдігер қалды деген кім деп, тіпті УЗИ-дағы баланың әкесі кім екенін білмей әлі басы қатыр. Ертең өте қызықты жалғасы бар.